Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен тарих пәнінің мұғалімі Мейрам Таңшолпан Талғатқызы. Сабақты бастамас бұрын жаңа тақырыпты анықтайық. Ой шақыру. Жарайсыздар, оқушылар. Әрине, суретте біз жұмысшылар мен фабриканы көріп отырмыз. Бүгінгі сабағымыз Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы. Зерттеу сұрағымыз Қазақстанның өнеркәсіптік дамуы қалай басталды? Сабағымыздың мақсаты капиталистік қатынастар дамуының Қазақстанның экономикасына ықпалын анықтау. Жаңа сабақты бастамас бұрын терминдерге назар аударайық. Акция, құнды қағаз. Ол кәсіпорынға акционерлердің белгілі мөлшерде үлес жарнасының қосылғанын куәландырады және оған меншікті иеленуге түскен табысты бөлісуге құқық береді. Дискриминация, адамды кемсіту, оның құқығын шектеу, әлеуметтік қорлау. Табыс табу, село тұрғындарының күнкөріс үшін табыс табу мақсатымен маусымдық уақытша жұмыс іздеп қалаға не басқа жаққа кетуі. Марк Шейдер, тау кендерінде геодезиялық зерттеулер жүргізетін маман. Ресей империясының экономикасы қарқынды дамып келе жатты. Патша үкіметі Қазақстанда зауыттар мен фабрикалар сала бастады. Табиғи шикізатты Қазақстан аумағынан көптеп тасып әкету үшін барлық жағдай жасалды. 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстандағы шахталар мен кеніштер орыс көпестері мен кәсіпкерлердің қолында болды. Сен білесің бе? Аңыз бойынша, қазіргі Қарағанды қаласының орны бір байдың қонысы болған. Оның Аппақ деген жалшысы қой бағып жүріп, сол жерден қап-қара тас тауып алады. Бірақ оның не екенін білмейді. Бірнеше тасты үйіне әкелгеннен кейін, онымен жүнді бояп көреді. Сөйтіп тасты ауыл ақсақалдарына көрсетіп, ақыл сұрайды. Бір күні кешкілік уақытта оттың айналасында отырған адамдар қолындағы тасты отқа түсіріп алады. Тас отта жана бастайды. Сол кезде барлығы бұл жай тас емес, жанатын тас болды деседі. Балалар, Аппақ қандай отын түрін ашты? Әрине, көмір. 1833 жылы Қарағанды көмірін алғаш рет ашқан Аппақ Байжанов. Қазақстан жері тас көмір кеніне бай. Олардың ірілері орталық Қазақстанда еді. Ертіс бойындағы және орталық Қазақстандағы көптеген кен орындарын тұңғыш рет ашқан адам Қосым Пішенбаев болды. Ол Екібастұз көмірі, Майқайың полиметалл кен орындарын ашқан. Павлодардағы Деровқа жалданып, кен көздерін іздеуші және Макс Шейдер болып жұмыс істеді. Кен орындарынан басқа Қазақстанда Басқұншақ, Элтон, Елек кәсіпшілігінде және Коряков көлдерінде тұз өндірілді. Досыр және Жем өзендерінің бойында мұнайды көп өндіре бастады. Шетелдік компаниялар орасан зор көлемде пайда тапты. Яғни олардың пайда табу себептері оларға бәсекелестер болмады. Арзан жұмыс күші пайдаланды. Кеніштер мен шахталарды өте арзан бағамен сатып алды. Батыс елдерінің банктерінен тиімді түрде несие алды. Лондонда Спасск мыс кен орындарының акционерлік қоғамы құрылды. Бұл қоғам орыс көпестерінен
мыс кеніштерін сатып алумен белсенді түрде айналысты. Акция иелері Англияның, Францияның, ақш-тың, Германияның, Швецияның, Испанияның және басқа да елдердің азаматтары болды. Оқушылар, мәтінмен жұмыс. Оқулығымыздың 140-шы бетін ашамыз. Мәтін, темір жолдарының салынуы, хронологиямен жұмыс. Сәйкестендіру. Сіздерге 1 минут уақыт беріледі. Дұрыс жауапқа қарайық. 1894 жылы Челябі мен Омбы арасында теміржол қатынасы орнады. 1891 жылы 93 жыл аралығында Покровская Слобода Орал теміржол желісі тартылды. 19 ғасырдың 60-70 жылдары теміржол салуға сұраныс берілді. 1895 жылы Семей облысы Павлодар уезінің 2000-ға жуық қазағы тайга бекетіндегі теміржол жұмысын атқарды. Сонымен теміржолдардың салынуы, жұмысшы табының қалыптасуы, қалалардың бой көтеру нәтижесінде қазақ жеріне капиталистік қатынастардың бірте-бірте енгенін анықтадық. Келесі тапсырма: капиталистік қатынастың қазақ қоғамына пайдасы мен зиянын анықтайық. Дұрыс жауапты бірге оқиық. Осы жауаптарыңыз сәйкес келді деп ойлаймын. Яғни тигізген зияны жұмысшылардың біліктіліктерінің жеткіліксіздігі, қазақ жұмысшыларын дискриминациялау, қазақ ұлтын арзан жұмыс ретінде қарастырды. Тигізген пайдасы теміржолдар желісінің салынуы, пайдалы қазбалардың кен орындарының ашылуы, ұлттық жұмысшы кадрларының қалыптасуы, қазақ-орыс жұмысшылар ынтымақтастығы. Рефлексия: мен қай жердемін? Өздеріңізге баға беріңіздер. Үйге тапсырма: параграф 37-38 Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы.
назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.